Ассаламағалейкум автосүйер қауым, Майкар KZ ардасы сіздермен. Мен Ерғазы Әзімханұлы. Бұл жұлдызды шолу бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта продюсер, блогер Аден Марғұланның қарапайым Лексусы. Марго, кеттік. This ain't a crime, even climbing, girl. Set the temperature to climb it, girl. Check the rhyme when me and rhyme it. She combine it, this approve a private world. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance hall. Сіздер көп сұрайтынсыздар, неге қарапайым көліктер бар, блогерларды көрсетпейсіздер, неге көп қымбат тұратын көліктерді көрсете бересіздер деп. Міне бүгін өзінің сөзі бойынша қарапайым Маргоның көлігі. Марго, біздің формат бойынша амандас. Ассаламалейкум бәріне. Қалайсыздар? Біз сонда қарапайым блогер мынақа бөлініп тұрмыз ғой. Жоқ, өзі айтты да, өзі. Өзің айтты ғой, менікі қарапайым не үшін сұрап жатсыз деп. Адамдар, жалпы, мысалы, сіздердің қалталарыңызда егер осы көлікке жететін қаражат болса, неге қарамасқа деген мақсатпен біз осы көліктің жалпы Маргоны түсіруге кеңес бердік. Ертең Алла қаласа бұйырса, аласың ба? Не аласың? Сондан түсіре береміз ғой. Не аласың? Алдап тұрған сияқты не ба? Алам? Құдай қаласа. Біздің формат бойынша тауып жатырмын ғой деш. Алам ба? Бүгінгі формат бойынша Марго бізге толыққанды шолу жасайтын болады. Өзінің көлігіне сыртқы экстерьері, қозғалтқышы, жалпы қызықты сәттері бойынша. Экстерьер дейтін не ол? Экстерьер деген сырты ғой. Мен саған көп сөздер айтамын әлі осындай. Ал бастамай тұрып, Майкар KZ қосымшасын жүктеп алыңыздар, құрметті достар. Көмегі өте көп. Жалпы ішінен неше түрлі көліктер таңдап, кредитке де алсаңыздар болады. Саған да кеңес беремін. Дос балаларым айтуы бойынша, солардың сипаттамасы бойынша сипаттайды. Маған қарапайым тілде түсіндірген ғой. Дос балалар деген кім? Үйдегі балалар айтты ғой, сен машинаң осындай деп ше. Солардың тілімен түсіндіріп берейін андай. Кеттік ал. Мен машинам Lexus ES 250 2014 жылға. Бұны мен ES дегенде қалай ол? ES ма? ES. 250 деген, значит, 2.5 деген объемы. Объем 2.5. Достарым айтуы бойынша Camry'дің моторы жүріп айта берсем бола ма? Болады. 2.5. Сосын 2014 жылғы 1,5 жыл бұрын алғам, ол кезде бағасы тұрған. Айта берейін бағасын? Бәрін айта бер, бәрін. Бағасы ол кезде мен алғам 10-да 7-ге алғам, 10 миллион 700 мың алғам. Сол кезде. Қазір қарасам 12.5 пен 13.5-тің арасында тұр бағалары. Полная комплектация емес, предпоследний дейді, короче. Полная комплектацияның берекісі ғой, короче. Толық комплектацияға дейінгі комплектация. Толық комплектацияға дейінгі комплектация. Рестайлинг емес. Надан кейінгі поколение рестайлинг болды ғой. 2015-те бұл рестайлинг емес. Бұл до рестайл, До рестайл, я. Нау, негізі фарасы бұнда қара емес, мен өзім дымчатый пленкаға қойып қойғам. Қандай пленка? Дымчатый пленка. Қазақша айт. Дымчатый пленка. Мен шынымен, маған сөйтіп айт деп айтты, мен жаттап алдым солай. Негізі, мынандай ақ қойған бе негізі, просто әдемі көрінсін сеп қойған ба. Мен бұл машинаның, короче, мына жеріне сынғам. Мынаше, диодтарына. Осына де, осы диодына да. Анау, сороковкаларда, кейбір 50-калар осының несін сақ қойды, бамперін сақ қойды. Осыған ұқсағысы келіп. Көргенде сондайларды. Негізі бұл көлік Toyota Windom бар ғой, соның бизнес версиясы ғой, негізі люкс версиясы. Бизнес қой, короче. Бизнес қой. Жалғастыр. Так, одан кейін бамперін сырып алғам. Алдыңғы решет Баржерға сабағам. Ана жерін. Ана жерін ба? Ерғаз айтқам жасайшы деп. Давай тез деді. Номер бұқты екен. Қаншаға түсі? Ол керек па не? Жоқ, бәрі ғой. Номер 380. Официально сатып алдым, кәдімгідей барып. Фамилиям әдемі болғаннан кейін әдемі деп ше. Қалай? Жақсы, өте әдемі. Андай мен таңдау болған 888 или 800 дейтін ше. Зеркально 000 не атады ше. Лучше 888 дұрыс болды. Мына әдеттегідей салонындамыз көліктің. Давай, енді ішкі патент кетті. Патенттің қазақшасы қалай? Терлеп кетті. Буланып кетті, қақтың терлеген. Буланып кетті. Жалпы енді міне ішіне кірдік, интерьеріндағы жалпы декор элементтері не ұнайды, не ұнамайды, қысылып жүрсің ба, кеңінен отырсың ба, соның барлығы туралы айтып берсең болады. Қысылып жүрген жоқпын. Шүкір. Айында тауып атық деп басқаша айтса. Қысылып жүрген жоқсың, нормаль, ыңғайлы. Ішінен сосын бастайын, руль. Мен бұрын 3 жыл бұрын машина алатын кезде всегда айтатын, рөлінде осындай кнопкалар болса екен деп ше.
мындай мультируль дейм, мультируль дейді. Мультируль болса екен деп. Осындай кнопкалар музыка ауыстырғанға андай қиналып тұрған жоқ, бұл ауыстырғанға ше негізі. Просто әдемі көрінеді да руль айдаған кезде. Декоративный элемент ретінде әдемі көрінеді да. Сол үшін осындай руль ұнайды маған. Мынау деревянный руль дейтін баяғыда түсінбейтінмін. Не кайф екен ше, балалар айтатын да, "Йо, деревянный ма не, деревянный руль, деревянный руль екен ғой" деп айтады екен да жаңа 55-ті таңдаған кезде баяғыда балалар. Именно осы жолы айдап өзімді кайф қой, андай ше, сырғанақ бүйтіп ше. Сондай осындай ұнайды. Сосын не айтамын тағы. Мына өзі родной нелері, магнитола, мен баяғыда ойлайтын бүкіл машинаға магнитола салу керек деп ше. Өзімде 45 болды, 45-те магнитола салдым ғой мен. Сосын ойлайтын, это бәрі родной прям андай, еш нәрсе ауыстыру қажет жоқ. Bluetooth бәрі бар. Иә, Bluetooth бәрі бар. Мына жақта тоже мынандай мелочьтер, оказывается, кәдімгідей адамға андай бір кішігірім андай кайф береді екен ғой ше. Осындай үйсіп тұрғанда, мынандай нәрсе, астында бүйтіп свет жанып тұрса ше, қарағанда свет жанып тұрады ше. Жай жанып тұрады. Мына астындағы светтер. Сосын мынандай темасы бар, бірақ мен қатты қолдамаймын. Ана сақтап алады екен бүйтіп ше. Бірді бастаң, сақтап қойсын бірге. Орындық жады деп аталады. Орындық жады өзі істеп береді короче. Сосын мынау жаңаға тема айтпақшы. Мен айттым ғой, айнаны не істеген жақсы деп ше. Ол маған кайф екен де, мысалы, симай бартасың ғой бір жерге. Айнамен айна соқсайын деп жатқан кезде, осыны жауып қоясың да, өтіп кетесің спокойно. Сондайға жақсы екен да. Соны түсіндім. Экстерьері бойынша барлығын айтып бер, несі ұнайды, несі ұнамайды, дискісі қанша дюйм. Мен алдында менде короче 45-ка болды ғой, 45 болды менде. Камера 45 болды да. И мен жалпы объем 2.5 дейтін ол менікі осында ұнайды маған ше. Қатты объем көп керек емес маған ше. Қуып кетуі мүмкін, қатты айдап ше. Өзіңізді контроль жасай алмай ше. Бензин қатшы, сол себепті мен 2.5 нормально прям андай. Өзіңе керек объем. Керек. Дюймі қанша дисктарының? Бұл заводтан шыққан дисктар ма? Так. Жазылып тұрады осы жерде. R17. Көрмегенсің ба? Ұмытып қалдым просто. R17. Сосын мен жаңа 45-ті айтып отырмын ғой. 45-тен андай не жоқ етін. Бүйтіп фарасы жатпайтын да ше. Камерада сондай бәлеге қызығатым мен ше. Андай мелочьтарға қызығатым ше. Фарасы жатқанға. Потом барып жаңағы мына кнопкаларға мен әкеліп көрсетейін ба? Мына кнопкалар жаңағы мына жерде 3 кнопка болу керек. Ол жаңағы полный комплектацияда. Бірақ не қызмет екенін білмеймін шынымды айтсам. Сол үшін менде әшейін просто обманка болып тұр. Әшейін тұр. Одан кейін менде мынау мен түсінбедім. Или ол полныйда бола ма? Менде мынау істемейді. Істемейді деген спорт режим дейтін алатын кнопка ше. Ол негізі істеу керек онда. Неғып тұр онда мынау? Неғып істемейді? Жоқ, істеу керек негізі. Қумаш, 1,5 жыл болды істемей тұрған. Саған істемейтін түскен ғой. Кетейік. Жақсы адам алған мен. Жақсы адам алдамайды деші. Жоқ, бұл істеу керек брат. Қатып қалған ғой брат. Ана декоративкада да ғой. Обманка ғой брат. Обманка тұр. Негізі болу керек қой. Негізі полыда болады ғой. Сенде жоқ болсын. Менде жоқ ол. Сосын жаңағы мынандай темалар не дейді жаңағы бұқтың астынан ыстық беретін темалар ғой короче. Панорама емес. Люк дейтін менің андай нем ғой. Слабость ма қалай менің андай ең жақсы көретін боса екен дейтін нем ғой. Функцияларының бірі ма? Иә. Сторис түсіргенде керек деші. Иә, стористі әдемі көрінеді. Жазда күшті төбесін ашып қоясыз сол ғой. Менде 45-те де люк болған етін. Қатты ұнайды маған. Сосын тағы да. Сосын енді арты тура неге ұқсайды ғой? Есті жаңағы рестайлинг бар ғой? 2015-16 ше. Сол үшін мынау. Рестайлингтан жалпы қатты айырмашылығы жоқ. Арты тура осындай ғой. Мына жерде кішкене диодтары болады. А так тура арты. Мысалы 3/5-і қатты тартады деп жатады. Неге 3/5-ін алмадың? Қымбат қой. Қымбат па? Мен прям мына алған кезде 1,5 жыл бұрын. 1,5 жыл бұрын алған кезде анда прям соңғы ақшамды беріп алдым ғой. Бәйде бұны аламын деп ойлаған жоқпын. 17. Қазір қанша тұрады? Қазір 12,5 мен 13,5 ортасында тұр ғой. Сен сонда 2 миллион үстінен ұтып тұрсың ғой негізі қанша 2 жыл айдасаң да, иә? 1,5 жыл айдасың. Жалпы көлік алғаннан бері өзіңе ұнап жатыр ғой. Өзіме қатты. Ешқандай да өкінбейсің ғой. 11 миллион дейікші, 11 миллионыңды кетіргеніңе осы. Жоқ, өкінбеймін. Енді бұдан кейін қандай пландар, келесіде қандай көлік алсам деп жатсың? Бұдан кейін шынымды айтсам білмеймін қандай план бұйырғанымен андай нақты пландап машинаға не істеген жоқпын. Именно машина бойынша план құрған жоқпын. Творчество бойынша қойған. Творчество бойынша, иә, жұмыстар бойынша осындай болса екен деп не істедім, ойлайсың Құдай қаласа. Ал былай машинаға осындай деп. Бежевый салон ұнап жатыр ма өзіңе? Мен сразу таңдағанда машинадағанда бежевый салон іздедім. Ұнайды маған ше. Алдыңғы машинада сондай бежевый болған. Кір болып кетпей ма? Кір болып кетеді деп бәрі айтатын, енді бірақ андай шүкір, нормально. Сол үшін бежевый салон маған қатты ұнайды. Өте қатты. Қандай элементтермен жалпы мынау қандай
батырмалармен қолданасың, қандай батырмалармен қолданбайсың? Push start бар. Менде бұрынғыда push start болған жоқ. Мен айтқам келесіде push start болса екен деп ше. Push start болды. Күшті. Тема нәрсе екен ғой. Қандай нәрселермен қолданасың, қолданбайсың? Тағы да ма? Мынаны қолданып жүрмін қазір қыста. Сосын мына теманы қолданамын анда-санда. Сосын артын ашатын. Сосын барып люкті қолданасың, обязательно қолданамын люкті. Тағы не бар бұл жерде? Не болу керек? Музыкасы қалай өзіңе жағымды? Музыкасы, иә, колонкасы күшті. Мен машина тыңдағанда, жаңа Мирастың әндері шыққан кезде, новый әнді шығарамыз, сол кезде всегда машинаға отырып тыңдаймын. Бірінші кезекте. Иә, бірінші машинада өткен машинада бәрі четко естіледі, дауыс. Несі бойынша не айтасың? Дисплей бойынша. Дисплей бойынша, дисплейі жақсы, шүкір. Ұнайды өзіме. Андай енді бұйырса үлкен болса екен дейсің ғой келесісі. Енді пока шүкір осындай. Жалпы жүк салғышы қалай? Көп нәрсе сия ма? Артын ашайын ба? Аш. Ашу керек, бәрін көрсу керек. Мен машинам ол, менің екінші гардеробым. Носки тайнаса. Көрсетіп носки берші. Кетші, қоши. Жақсы. Носки тығып атыр, пока Марго тығып атқанша көрсетіп үлгерейік. Мана саған подарка. Маған ба? Мана саған подарка. Бәкі ғой? Қараңыздар. Сындырып тастады. Сынып қалды ма? Кнопкасы тұр ғой мұның? Ойбу. Басқасы берем тұр. Маған холодное оружие беріп атыр. Холодное оружие емес қой, түсіндірем мен саған. Жақсы. Рахмет, көп па, қанша бар? Бәкі ұстаған сүннет қой, білесің ба? Сүннет па, қойш? Менде дәу жасыл бар. Вот сүннет керек болды, ұстап жүр. Міне, маған сыйлық берді. Если біреулер тыңдамай атса, почкасына тығып ал дейді. Саған. Осындай, короче, артын таныстырасың. Мен жинаған жоқ үшін, мен просто мен көп нәрсе сема негізі? Ақталып атыр енді. Мен келгеніме ше, Дубайдан келгеніме деп атыр. Анда неде жатты да, детейлинг центр жатты да, 1,5 апта. Содан кейін мен машинам тазалаған жоқпын шын мен. А так осындай. Неге бір мойкаға апарғанда багажнигінде тазалап? Сен ғой тез шық деген маған. Көп нәрсе сияды, өзіңе негізі көңіліңнен шығады. Кішкентай емес. Негізі иестерді жалпы қатты үлкен емес деп жасады. Көп айдайтын адамдар ше. Иә, иіс ең кішкентайы, иестер одан кейін ғой. Мен просто өзім алдында Камри айдағаннан кейін осылай стандарт та. Стандарт маған осылай жетеді. Сараковкадан кейінсің ғой. Товар тасымаймын. Киімдерім сыйса болды. Деп жақсы қалсаң. Түсіріп атып па нефтен ғой. Ой, сен кірдің ғой астына. Дәу кеттің ғой. Ё-май. Айтпайсың мынандай бар деп. Мен білмеймін ғой, не сен рөлде отқан. Ё-май, артқа жүр дейді. Ё-май. Ана жақ тимей ма? Ё-май. Құрметті достар, біз контентте жаман түсіп кеттік үлкен. Ай-бай, бампермай. Бампермай. Не болды, көремізде түсіп бір? Көресін ау. Әме болды. Масқара болды. Мынандай дәу. Бамперім шешіп кетті ғой. Бампер шешіп кетті? Болды. Креплениясы ғой шен? Йо, айтпайсың да мынандай бар деп. Мен и так покраски берейін деп жүргем, нормально. И так келмейді. Нормально да? Ештеңке болған жоқ. Мына осындай да қызықты сәттер болып тұрады. Бісміллә. Енді қаға бір қарап алдың ба енді? Қаға бір Рөлге қарап алдым. Бух! Сен башы. Жынды ма нақ не отыр? Жүрейі ма? Енді ал оңға. Мә ресторанға енді кемеймін. Артқа бересірші. Енді мына жайы кемеймін. Қалай ол? Біресе бар, біресе андай темір бар, біресе темір жоқ. Қандай функцияларды қосатын ең осы көлікке? Сыртына мен мынандай болса күшті болатын еді. Не болса екен андай бір? Қошы, келесі машинамда осындай болса екен деймін. Басқан кезде ше? Басқан кезде. Менде бар ғой деп. Сондай болса екен деймін да? Мынандай жерде тұрады ол. Жоқ болса күштеген сондай. Онда жаман нәрсесі бар, қыста қандай қатты суық болады ғой. Сол кезде ашпай қалады короче. Қойшы. Иә, ыз деп. Мынаның новыйында андай бар ғой. Аяқпен бесең. Сондай нәрсе болса екен келесіде. Бұйырсын, брат, құдай қаласа. Амин.
көлік жайлы не айтасың? Несі ұнайды, несі ұнамайды? Бәрін Қандай плюстары, минустары бар? Қаға барайын? Жүрейін ба? Жүр ана жаққа. Несін өзгертетін едің, несін өзгертпейтін едің? Ана жерден разор жасасақ. Мен енді өзгертетіндей оны ойламаппын ешқашан мынаны өзгертсем екен деген. Просто келесі комплектацияны алу керек. Мен анау үшін жоғарғы новыйын алу керек та енді. Өзімдегі қалаған болу үшін жаңағыда осындай болса екен дейтін нәрсе, мысалы экран күшті болса екен, мысалы ана жерлер спидометр күшті болса екен деп айтатын болсам, онда новыйын ал. Не істеймін өзгерте алмай қалар. Сондай нәрселер да. Бірақ өзгертер едің дейді ғой сен маған, бірақ білмеймін шынымды айтсам. Мысалы алатын адамға қандай кеңес бересің, осындай көлікті алайын деп жатқан адамға, мына осындай қиындықтармен жолығасың деген секілді. Мә шынымды айтсам қиындық болған жоқ. Маған алға енді шүкір деп айтайын бірінші ертең тағы десе қалмасын, коробкасы нашар деп айтатын да маған бір-екі адам айтты да. Жоқ, коробкасы нашар ғой деп алған кезде айтқан 1,5 жыл бұрын. Бірақ білмеймін, коробкадан пока проблема жоқ. Нормально жүріп тұр. Кәдімгі қарапайым коробка ғой, робот емес, вариатор емес. Ондай проблема жоқ. Нормально жүріп тұр, коробка істеп тұр. Сосын андай Camry сияқты да ше. Camry сияқты. Бірақ соның кішкене андай люкс версиясы, лакшери версиясы. Әдемі орналасқан, былай, несі. Сағаты бар. Сол жағынан күшті, Lexus дейтін өзінің несі бар ғой, Lexus дейді ғой, салыстырда. Вайбы бар деші. А так андай, мысалы жаңағы, запчастьтар вообще қымбат емес. Алғалы бері несін ауыстырдың, несін жасадың? Біз қозғалып амортизаторын ауыстырдым. Амортизаторын ауыстырдым. Қанша шықты? Оригинал салдым, 160 мың ба, сондай шықтайды. 160 мың? Төртеуі ма или қанша? Төртеуі 160 мың. Сондай емес па? Сонда бөлсең? 40 мыңнан ба? Короче, сондай ба? Танысыдан алдым ғой ертең мен ше. Менде LS-ін ақы бұрылман ба? Кетіп қалдым уже болды. Сосын жаңағы басқа жаңағы майын ауыстыр, сондай темалар ғой. Басқа несін, ондай несін ауыстырған. Расходниктар ма? Иә, осындай расходтары болды. Бірақ басқа жаңағы шүкір ондай ауыстыру темалары болған жоқ жаңағы. Не ауыстырады жалпы машина негізі? Мотор ауыстырады. Көп қой, мотордың ішіндегі бұзылатын нәрселер көп болады кейбіреулерінде. Распредвал, цеп ауыстыратын мысалы. Ондай ауыстырмадым. Цеп, ондай тема ауыстырмадым. Сонымен аспасы деген не екенін әлі түсінбедің ба? Айтса аспасы не екен? Аспа, өзің угадать етіп берші. Аспа дейтін сөз. Термин сөздер ғой айта берсең. Білмесем қате емес қой. Жақсы, аспа деген ходовкасы ма? Ходовка ма? Ходовкасы үшін мысалы амортизатор ауыстырдым, тағы не себепті деймін да, не кедергілер болды, не істедің, шаровыйлары тағы. Басқа. Бір нәрселерін ауыстырдым анда бүйтіп. Втулка деймін ба? Втулка. Втулка ма? Сол темаларын ауыстырдым. Втулкаларын ба? Ондай нәрсе. Бутулка. Бутулка дейді. Білмеймін олар қашан ауыстырғаны жаршылдан асып кетті да. Яғандай қанша шыққанды ұмытып қалдым. И ол не проблема екенін ұмытып тұрмын ол. Өтір аттың название есімде тұр да. Сол үшін шынымен андай ходовкадан ондай не болған жоқ. Хабарым жоқ десең. Несі мықты. Ходовкасы да жақсы. Трассаға постоянно шығып тұрамын. Таразға барып кеп тұрамын, андай немесе трассаға да кайф. Балалар айтады енді. Олар мен көп машина айдамайтын адам да, мен 50-55 алып салыстырамаймын да. Но айдап жүрген балалар айтады да, мә, күшті ғой деп андай ше. Сенде мысалы эко режим бар. Бензин қанша расход 100-ге? Оны білмеймін. Оны білмеймін. Қанша теңге қоясың сен мысалы бір күнде? Мен бір аптаға 13 мың теңге кетеді примерно. Бір аптаға 13 мың теңге? Иә. Көп па не? Жоқ, өте аз. Менде мысалы жай ғана LS-пен салыстыратын болсақ, менің машинаммен. LS-те бірі амортизаторы менде 120 мың теңге тұрады пневмотронда. Біреуі 120 мың теңге. Төртеуін есепте қанша? 460 ба? 480 мың. 480 мың теңге. Төртеуін алсақ. 160 дейсің ба? 120. 120, 480. Мысалы. Сосын тағы несін істедім дедің? Бензин құямын дедің, ә? Менде 5000 теңге бензин жай аз жүргенде 2 күнге жетеді. Сен 4-6 ғой сен? Сол жоқ, вообще деймін де салыстырғанда LS-пен сенікі. Мысалы өзіңе жағымды нәрселерін айтып отырмын да. Толыққанды комплектациясына не жетіспейді сонда бұнда? Менің білуімше ол несі панорамный. Иә, толыққанды болады. Толыққанды болады, төбесі ше. Люк. Панорамный люк болады. А менде жартысы болады, бар. Одан кейін ішінде тағы андай кнопкалар бар да, оны не кнопка білмеймін. Соның кейбіреулер менде андай обманка тұр да. Тағы не айтамын мен бұл машина туралы? Алыңыздар дейді. Сол салон өзіме ұнайды деп айттым да, бежевый салон. Әдемі көрінеді. Колонкасы жақсы. Тағы не айтамын бұл машина туралы? Пеш жақсы.
пеш проблема емес пе кейбір адамдарда машиналарда пеш тема тема иә пеш жақсы тура бұрынғы өзім бұрынғы 45-пен салыстырғанда иә двухзонный климат контроль міне екі жағынан да регулировка жасай аласыздар. еш ондай бөліне ма иә мынау ана барабанчиктер болады кейбіреулерінде ше сода екеуіне де бірдей жібереді. Мысалы мен өз жағыма мынандай суық қылып қоя аламын 25 қылып, сен қатыстық қылып мына жағы суық қылып қоя алады. сондай бар Двухзонный климат контроль. сондай бар сосын не айтамын тағы да саған Қандай қызықты сәттер болды бұл көлікпен связанный? Мысалы сені көлікке жақындатып тұратын, көлік маған өзіме қатты ұнайды. Иә солға бір. қандай не қызықты сәттер болды дейсің ба? Бұл көлікті кәдімгі өзіңе жүрегіңе жақын қылатындай. Алған кезде болды. Бәрі тема ғой деп ше. Анда 70-пен салыстырады да машинаны. 70-пен салыстырғанда трассаға жақсы екен деп айтады балалар ше. Сол кезде андай тема ғой деп 70 мысалы новый машина болды, новый. Бұл 2014. Сол екеуімен салыстырып жатқан кезде андай күшті болды да. 70-пен трассаға барып келгеннен кейін 70-пен қарағанда басқаша жүреді екен деп айтады ғой. Сол кезде андай бұны 55-пен емес, соны 70-пен салыстырып жатқан кезде андай не болды да. Кішкене дұрыс таңдау жасаппын ғой деген сияқты. Дұрыс таңдаппын ғой деген сияқты ойлар болады да сол кезде. Бұдан кейін жалпы басқа маркаға өтпеймін, тек осындайдың жаңасын алғым келеді дейсің ғой? Жоқ, мен өтесің көргім келеді, BMW көргім келеді. BMW? көргім келеді. BMW дейтін аз адамдар негізі кеше шакеш итсіргенбіз. Жоқ, мен ескісін емес, BMW 200 бар ғой ше. Қатты ұнайды. Соның жаңасын, иә? Иә, бірақ қымбат тұрады ол машинада ше. Бірақ өзіме қатты ұнайды, соған жетсем екен деймін да ше, ана машина. Кірмейсің ба ана жаққа? Кірмеймін. Осыдан түсіп қалайық па, осыдан бітірейік. Или кіру керек па? Жоқ, кірмей ақ. Кіріп кетсінші, аға кірмей ақ қойыңызшы. Осыдан айтып түсіндіріп жейінші. Тағы не бар? Айнасы мынандай обычный айна, да? Бұл бөлінбейді ғой, дұрыс па? Бөлінбейді. Жоқ, бөлінеді, бұл андай қараңғыланатын болады. Режимде соғы қараңғыланатын, затемненный. Қойшы. Типа саған көзіңе кедергі жасамау керек. Андай күн қатты түсіп тұрса, сәл темнелі болып тұрады. Молодец. Сосын не бар тағы? Парктрониктары бар, алдыңғы, артыңғы, да? Бар, парктроник. Тема нәрсе екен ғой. Менде парктроник нәрсе. Артында камера бар. Артында камера бар, өзі родной. Мен бұрын салдыртқан етін. Ада родной бар екен. Өзін түптір екен. Дай. Сосын не бар? Мен ерігіп баяғы 45-ме алдын камера қойғам. Өзің қойдың. Өзім қойдым. Колхоз. Жүргіз. Не үшін? Нормально ғой. Колхоз қояды деймін да сен. Жалпы сөйтіп айтылады ғой, андай бір нәрселерін өзгертсең, колхоз қойды дейді, типа колхоз. Мен қандай ше? Toyota анда сток болған жақсы да. Тесік болады ше. Сол тесікке прям киілген камера қойды, түсіндің ме андай ше? Қандай тесік? Көрсеткен ровно көрсетші тесік. Камера бүйтіп тұрады ғой. Бүйтіп тұрады ғой. Мына жерде кішкене тесік болады, сол жерге прям киіле салды да, түсіндің бе? Жерін алып тастады да. Вообще тема ғой, вообще не істеген жоқ, байқамайды да. Просто ана кейбір кезде бүйтіп сақ қалған кезде, көрдің бе алдын камера деген кезде бәрі қалады да. Сол үшін давай қорытынды сөз айтайық. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған міне өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз, блогер, продюсер Мирастың жаңа өлеңдерін тыңдаңыздар, ютубқа кіріңіздер деп. Иә, ең бастысы сол. Әден Марғұлан, Марго, рахмет үлкен саған. Жалпы көңіліңмен, ойыңмен бөліскеніңе. Егер бүгінгі шоу ұнап, жалпы өздеріңіз үшін мәліметтер алған болсаңыздар, көлік алу, алмау ол өздеріңіздің еріктеріңізде. Мен бірақ сондай сумаға осы көлікті алуға кеңес беремін. Негізі. Негізі 50-55-ке қарағанда мен осыны алуға прям кеңес беремін. Бағалар бірдей ғой енді. 55-тен бірдей ғой. Бірақ осыны алуға кеңес беремін өзім. Сол үшін 55 алмай, осыны алыңыздар. Жоқ, енді әркім өзін таңдауға. Ойлап қалмасын 55-тің елдері айдайтындар. Жазылыңыздар арнаға. Рахмет үлкен. Тіркеліңіздер. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.